Келесі ауырлық күш туралы айтайық. Ауырлық күш жердің денені өзіне тартатын күш. Ауырлық күш. Яғни жер бетінде кез келген зат, жер болса бізде кез келген зат жердің бетіне тартылады. Осы күшті F ауырлық, F деп жазамыз. Табу үшін массаны көбейтеміз G-ға. G деген еркін түсу үдеуі. Еркін түсу үдеуі. Өлшем бірлігі ньютон бөлінген килограмм. G-дің әр қашықтықта, әр планетада өзінің мәні бар. Жердің бетінде G-дің мәні жуықтағанда 9,181 ньютон килограмм. Есеп шығарғанда 9,8 немесе 10 деп алуға болады. Мұндағы М деген біздің денеміздің массасы. Килограмм аламыз ғой. F бізде ауырлық күш. Күш болғандықтан оның өлшем бірлігі ньютон болады. Ауырлық күш дененің ауырлық центріне түседі. Яғни ауырлық күш түсетін нүктені ауырлық центр деп атайды. Мысалы, мынау бізде доп болса, доптың қақ центріне біз күш түсіреміз, ауырлық күшті. Жаңағыдай масштаб бізде 5 ньютон бір торгөз болса, торгөз дәптердің. Сөйтіп сіз 5 торгөз аламыз. 1, 2, 3, 4, 5. Сонда бізде F тең болады 5 ньютон. Сонымен ауырлық күш ол жердің денені тарту күші. Ол дененің центріне түседі, ауырлық центріне түседі. Мысалы, шеңбер болса, ауырлық центр ол ортасында болады. Тең қабырғалы үшбұрыш болса, ауырлық центр ортасында болады. Шаршы болса, ауырлық центр диагоналдардың қиылысу нүктесі, яғни ортасында болады. Мысалы, адамды алатын болсақ, адамның ауырлық центрі шамамен осы жерде болады, кеуде тұсында.